Ұлы жібек жолы адамзат тарихындағы ең маңызды сауда жолдарының бірі. Қазіргі қазақ жері арқылы ол шығыс пен батысты байланыстырып, аймақтың дамуына үлкен әсер етті. Орта ғасырларда Қазақстан халықаралық сауданың маңызды орталығына айналды. Оның аумағы арқылы жібек матасы, дәмдеуіштер, металдар мен зергерлік бұйымдар салынған керуендер өтті. Сауда қалалардың өсуіне, қолөнер мен егіншіліктің дамуына ықпал етті. Базарлар, керуен сарайлар мен шеберханалар пайда болды. Көшпелі және отырықшы халықтар арасындағы экономикалық байланыстар күшейе түсті. Бірақ жібек жолы тек сауда жолы емес еді. Ол мәдени алмасу арнасына айналды. Қазақстан арқылы діндер, ғылыми білім, жазу, сәулет дәстүрлер тарады. Мұнда түріктер, парсылар, арабтар, қытайлар мен еуропалықтардың мәдениеттері кездесіп, бірегей мәдени кеңістікті қалыптастырды. Осылайша ұлы жібек жолы орта ғасырлық Қазақстанның экономикалық және мәдени дамуында шешуші рөл атқарды. Оның мұрасы әлі күнге дейін елдің тарихында, мәдениетінде және көп ұлтты бірегейлігінде сезіледі.